Ал баста. Қайырлы күн, саламатсыздар. Қазір мен Ақтөбедемін. Ақтөбеде Шынар ханыммен танысып отырмын. Бұл кісі өте керемет отзыв мені таңғалдырды. Мен білемін, бүгінге дейін аптасына 5 килограмм, 8 килограмм тастап жатқан адамдарда. Бірақ мына кісінің өз аузынан естіңіздер. Bir аптада 16 килограмм тастапты. Айтыңызшы. Иә, осы уақытқа дейін менде салмақ көп болатын. Бірінші осы мынау Жұғын Групп корпорациясының ағза тазалауын ішіп, бір аптада 16 килограмм тастап отырмын қазіргі уақытта. Енді бұған дейінгі мен жаңағыда жұмысымызда қозғалыс көп болатын, терлей беретін былай айтқанда да. Сосын лестницамен жоғарыға шыққан уақытта әртішкі шаршап қалатынмын. Қазір осынау ағза тазалауды ішіп болғаннан кейін кәдімгідей нем бар, жеңілдік, кәдімгідей көбелекше ұшып жүрмін былай айтқан кезде. Көбелекше ұшып жүрмін. Тағы да ішеміз ба? Ішеміз. Екінші жаңағы несін арғарда жалғастырып. Енді үшіншісін ішесіз ба? Екіншісін ішемін. Екіншісін ішейін. Осы бір-ақ рет осы ішіп тұрған бір апталық курсында сол 16 килограммды тастап отырмын. Енді менде көбінесе сол тершең болатында, жаңағы шаршап қалатынмын. Енді керемет өнімдер өзінің жаңа несін көрсетіп отыр, результатын айтқанда нәтижесін көрсетіп отыр. Енді көріп жатқан адамдар бәрі айтып жатыр енді. Апай кәдімгідей не қалыпсыз деп. Шүкір Аллаға, бірінші денсаулық қой енді адам баласына керегі. Осы денсаулық керек болған жерде осы өнімді алып ішуге, қолдануға кеңес беремін. Қаншама адам осы мынау толықтықтан зиян шегіп жүрді, былай айтқан кезде. Қаншама әрине баттар бар, дәрілер бар ішіп жатқанда, уақытша олар. Өзімді осы уақытқа дейін ішіп келдім, былай айтқанда. Бірақ бір аптаның ішінде мынандай результатқа жетем деп ойлаған жоқпын өзім.